Жігіттер, біле білсеңдер, қазақ тілі кеңінен таралуда. Солай ма? Сонымен қатар, шетелде жүрген бауырымыз десем де болады, қателеспеймін. Жалпы қазақ тілін білмейтіндерге сен қазақша сөйлеуге тиіссің деп әуендетіп жүр. Сол бауырымызды мен сахна төріне, яғни біздің қасымызға шақырғым келіп отыр. Құрметті достар, Духол Шоколад сахнада итальяндық қазақ Сон Паскаль. Қошеметтеріңізбен! Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсың? Алейкум ассалам. Жабалақ достар, жабалақ. Сон Паскаль. Айта кететін нәрсе, Сон өзі Лондонда тұратын, итальяндық жігіт. Лондонда оқиды, шығармашылығы да сол жерде. Бірақ соңғы кезде бұл Қазақстанға келіп, қазақтың жастарымен етене араласып, сонымен қатар қазақ тіліне ғашық болып жүрмін дейді. Оны қоя тұра, дәл қазір ағылшын тілінде қазақтарға қазақ тілін насихаттап ән айтып жүр. Бұның өзі айтуға тұрарлық нәрсе деп ойлаймын, және сіздердің шапалақтарың бұл жерде өте орынды болады деп ойлаймын. Сонға деген. Сон, our English is not very well, so we should speak ШАЛА АՂЫЛШЫНША. Sorry, seems to be the hardest word. So, the first question is your favorite word in Kazakh Kazakh language. Okay, my favorite word in Kazakh language. I have two. One is айналайын. Айналайын, қане қошемет достар, айналайын деп сөзді үйреніп алыпты. Because, you know, when I go to my girlfriend, You say, got to go. айналайын, жұлдызым, you know, like this. Жұлдызым деген сөз үйреніп алыпты. Қане шабалақ. But my really favorite word, самолучи, по-казахски, казахша, это, I want to know if you can say it, is қанағаттандырылмағандықтарыңыздан. Бәрекелді достар, Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Мен өзім әрің айттым ғой. Как? Қанағаттандыра алмағандықтарыңыздан. Дұрыс па? Пойдем. Да, мен саған жетпеймін ғой енді. Қайда барайын? Is there something like this in Italian or English language? Сейчас. Lasciatemi cantare con una chitarra in mano, lasciatemi cantare, io sono italiano. Қанағаттандырылмағандықтарыңыздан деп итальянша айтты, құрметті достар. Where are you from? Shimkent, конечно. No, I'm Italian. I'm Italian from Napoli. You have to know that Napoli, как Shimkent. Зема! Мама, братчики. Зема. So, Явно Зема. Бұл как раз қасыма отырып апты өзі. if you're from Italy, so you're Italian. Жоқ, бра. Мен қазақпын. Мен өліп, мен тірілген. Are you drinking my cloud, yeah? By your name, name it. Короче, қысқаша айтқанда, Қазақстанда сенің атыңмен мемлекеттік мекеме аталған. Сон. Что? Сон Паскаль. Сон Паскаль? Yes. Сон Паскаль is the place where you can take the documents. Сон. Сон? It's called Гаиша. Сон. For gastarbiters. If you... Как мы, да? Yes. You lived in Italy, so is there some similarities between Kazakhs and Italians? A lot of similarities. You have to know, брат. You have to know, брат деді ғой маған. Брат деген қазақтың сөзі болып кеткен ғой. Брат, денесі квадраттық. That in Napoli, when we drive, we don't stop at the red light, at the traffic light. Like in Shimkent. Like in Shimkent, exactly like Shimkent. So, and we eat the same. Watch. And for example, I don't know, lasagna. Our lasagna. In Italy, lasagna. In Italy, lasagna, pasta, картошка, мясо. In Kazakhstan? Бешбармак, pasta, картошка, мясо. The only difference is that you have kaza, and we don't eat horses. We just You should cry. just spend money on horses, you know. What about Jetshilpek? Yeah. You have Jetshilpek? 7. We have 7 pizzas. 7 pizza, Jetshilpek дейді, құрметті достар.
Where did you bought the cap? Kap 1000 тенге, бра. 1000 теңге Да, брат. барахолка. Знаешь, Аблайхана, онға. Барахолканы жаттап алыпты, құрметті достар. Байқадыңыздар ма, мына біздің кейбір әйелдер, кейбір модный, гламурный адамдар Италиядан киім алдым дейді ғой. Мінеге қараңыздар, итальяндықтың өзі барахолкаға келіп киініп жүр. Дуғол шоколад, құрметті достар. What about say about our girls, our Ауа дейді, воздух. our girls? Қазақ қыздар. Yeah, қазақ қыздар туралы не дей аласың? Yeah, бар жеткенімше сөйлеп жатырмын. What can I say? The best, Samuel Lucci, Otie Sulu, брат. I really like them. You have to know that in Europe, girls are not so stylish as Kazakh girls. Kazakh girls, especially Almatinian girls, she's all. You know, when she goes out with her high heels and with her dress, I like it, man. You know, in Europe, барахолкадан киініп алған. Barahokka тоже like this. But really, I love them so much. Yeah, I love him too, and I want to. Бар білген жер отырында. What about say about our men's? Your man, What about Yeah. to watch foreign someone Yeah, жігіттер. Kazakh жігіттер, Kazakh guys. үлкен, батыр. What about us? Кішкене батыр. Нормально. Сонымен Қазақстанда әлі қанша уақыт жүрмекшісің? I'm sorry. So how long have I been in Kazakhstan? Молодец! Молодец, саған 5. Сейчас. 1, 2, 3, 4, Alтай. 5. Алтай. Конечно, I will be forever, man. Құрметті As long достар, as people like me and I can write songs, why not? I love Kazakhstan. құрметті достар, Қазақстанда қалам дейді. Біздің қазақтар басқа жаққа Лондонға, шетелге көшіп жатса, бұл керісінше Италиядан, Лондондан біздің Қазақстанға келіп жатыр. Қошемет достар, сөз жоқ. So about song. I wrote this song, You Should Speak Kazakhsha. That means, in English, you should speak Kazakhsha. It's about speaking Kazakh, you know. I'm not a great Kazakh speaker. I mean, мен Kazakhsha сөйлеймін кішкене. But I really like your lifestyle, you know, your sense of friendship, your really welcoming kind of minds, your open minds. And I decided to write this song to give something to the young people and say, come on, let's be more Kazakh. I mean, I'm Italian, I'm a bit popular on the internet. Maybe someone can listen to me and have fun out of it and follow my advices. I'm not your teacher. I don't say you have to speak Kazakhsha. You should speak Kazakhsha. Дуғол шоколад сахнасында Галардо және Сон Паскаль. You should speak Қазақша. Сен қазақша сөйлеуге тиіссің. Yeah. Сіздерге